Құрметті көрермендер, Ерги Тайм YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біз қайтадан да оралдық. Мен артында міне Emirates стадионы. Бүгін Чемпиондар лигасының 7-ші турын аясында жергілікті Арсенал командасы, Лондондық Арсенал, Загребтік Динамо командасын қабылдайтын болады. Міне біздің арнамызда ең алғашқы Чемпиондар лигасының влогы десек те болады. Ауа райына келетін болсақ, бүгін Лондонда жылы, плюс 4 градус Цельсий шамасымен. Және де бүгін осындай міне тамаша кеш, Чемпиондар лигасының кеші болады. Жанкүйерлер сұрайды, көрермендер билеттің құны қанша, билет қалай алуға болады деп, жалпы осы ойынға және де осы Арсеналдың көптеген ойындарына билетті алып сатарлардан алып қажеті жоқ, өйткені ол өте қымбат болады, және де алданып қалсаңыздар да болады. Сол үшін біз билетті арнайы мембершип арқылы алдық. Арсеналдың мембершипі бар бізде. Және де сол мембершип арқылы осы ойынға билеттің құны 56 фунт болды. Ол теңгемен 35 мың теңгедей. Жалпы осы ойынға турнирлік жағынан қарайтын болсақ, яғни бұл ойын Арсеналға қаншалықты маңызды десек, бұл сұраққа жауапты кеше Микел Артета берген болатын. Иә, біздің орнымыз, кестедегі орнымыз жаман емес, өте жақсы. Алайда біз үйде ойнайтын ойынды тек қана ұту керекпіз деді. Енді қонақтарға келетін болсақ, Загребтік Динамо командасы, ол жағдайы сәл нашарлау. Олар қазіргі уақытта 24-25 орында келе жатыр. Және де осы жақында олар бас бапкерлерін ауыстырған болатын. Әйгілі Фабио Канаваро Загребтік Динамоны басшылыққа алды. Енді итальяндық алтын доп иесі, итальяндық аңыз футболшының қандай бүгін тактика дайындайтынын көре жатармыз. Және де Хорватияның ішкі біріншілігінде қазіргі уақытта қысқы демалыс. Сол себептен де ойын тәжірибесі аздау болып тұр. Арсенал болса нақты 2-3 орында келе жатыр қазір. Және де титулға да таласатын ойлары бар. We got here some Arsenal fans. You Gunners? Yeah. Go you Gunners! What do you think about today? Like, what's going to be the result? Optimism. I'm thinking it's going to be a really exciting game. I'm going to go 3-2 to the Arsenal. And you know? I think it's going to be 1-0. I'm worried about Sterling starting. I'm quite nervous. He's class. No, come on. Allow it. He's going to be good. Okay, another question. What do you think? Does Arsenal still, are Arsenal still contender for the title in the Premier League? Yeah, you know what? I feel like Liverpool have chances. Sorry? Stop recording, please. Why? Because you're on Arsenal property and you don't have permission to record. But it's just for my, I understand, but you're not allowed. Және бізбен осы стадионның қауіпсіздік жұмысшылары және стюарттардың айту бойынша Арсеналдың территориясында видеоға түсіруге болмайды дейді. Бұл енді бізбен бірінші рет болып тұрған жағдай. Қазір оны шеше жатармыз, болмаса тығылып бір контент түсіретін боламыз міне. Енді мен осы қанша стадионда болдым, Стэнфорд Бриджде де, Уэмблиде де, ешқай жерде ондай бір шектеулер қоймаған болатын. Бұл енді бір қызық болайын деп тұр. Алайда арнадан кетпеңіздер, әлі де контент түсіреміз. Уайымдамаңыздар. Естеріңізге сала кетейік, Арсенал командасы осы Emirates стадионы 2006 жылы Хайбериден ауысқан болатын. Неше түрлі осындай Чемпиондар лигасының тамаша кештері, тамаша ойындары осы стадионда болып өтті. Және де өте жаңа технологиялармен қамтылған стадион. Міне бізге осы ойынның алдында хабарлама келген бойынша бүгінгі стадионда жанкүйерлермен бір лайт шоу жасайды екен, яғни жарықпен бір шоу жасайды. Ол үшін біз осы Арсеналдың арнайы қосымшасын жүктеп алдық. Сол қосымша бойынша қазір NFT жүйесі бойынша стадионға кіретін боламыз. Ар жағында да осы лайт шоуды бірге жасап сіздерге влогта түсіреміз. Міне осындай барлардың бюджетін оптимизация жасап, Beer Station деген сыра станциясын ашып қойыпты. Сол алатын сыраларыңыз бірақ та осы жерде официантсыз, яғни арзандау шығады. Біз бірақ алкогольге қарсымыз, сондықтан да бұл станцияны қолдана алмаймыз. Міне мына жерде Арсеналдың капитандарының фотоларын іліп қойыпты. Әйгілі Тони Адамс, Тьерри Анри, Робин Ван Персиден басқа да жаңағы жас жұлдыздар қазіргі Мартин Одегар. Міне бізде өзіміздің орнымызға келе жатырмыз. Қазір сіздерге біз көретін көріністі көресіздер. Біздің орнымыздан қандай көрініс болатын. Тамаша. Қараңыздаршы
қандай көрініс. Украиналық жұлдыз Зинченко дайындық үстінде. Мен мына жерде Ермұхамед Мәулен ағамыз отыратын еді. Алайда ол қазір Астанада фон барда жүргізгенді дұрыс көріпті. Комментаторлар отыратын, сыни отыратын орындар міне. Мәссаған, міне қараңыздар, қандай лайт-шоу. Жанкүйерлердің көмегімен жасап жатыр. 21 ғасырдық технология десек болады. Ойын басталмай жатып гол салды. Сонымен құрметті көрермендер, міне бірінші тайм аяқталды. Есеп әзірше 1-0. Арсенал алға шықты. Ойынның ең басында бірінші-екінші минуттарда ғой деймін, Деклан Райс есеп ашып кетті. Тамаша соққымен енді алаң иелері осыдан кейін ойынды сәл бәсеңдетіп қойған сияқты. Қонақтар өз алаңынан аса қатты шыққан да жоқ. Ойын жалғасуда, енді көреміз қазір екінші таймды. Is Arsenal still contender for the Premier League title this year? I'd like to hope so. There's a long way to go, so yeah, I think we can still do it. Be positive, right? Yeah, stay positive, definitely. Because lots of people in the forums, in the comments say, oh, like we're tired of the process. Where is the result? You know? Well, unfortunately, that's football. You know, if you follow it long enough, and I have done, you have your good times, you have your trying times, and at the moment, we know that we're nearly there, but not quite, and we all know we need a striker. Okay, thank you. Осы жерден де көре беруге болады ойынды. Екінші тайм басталып кетті. Адамдар өздерінің тамақтарын жеп, сусындарын ішіп демалып тұр. Под трибунное помещение. Well, we hope. We never know. Liverpool could have the same second half of the season that we've had for the first half of the season. So you never know in football. You never know. I don't think it's likely, but we'll see. So we stay positive. We stay positive. Yeah. Right. And what do you think about today's game? What will be the result? We'll win. They're pretty rubbish. Let's hope it carries on this way. Yeah. That's an honest answer. This ball in's a good one towards Havertz. Yeah, but we still need a number 9. We still need a 10. Really, we need a striker. Sometimes, still think we're missing something, but we're not going to be buying. We're not going to be buying anything in January, sadly. Believe in Arteta all the way. I've got to believe. Got to believe. Definitely. I think he's really good coach. I think so. We do. It'll take another year. I think another year for big things. Big things. One more year. Let's hope. Pray. Сонымен достар, міне ойын аяқталды. 3-0 есебімен Арсенал жеңіске жетті. Тамаша экспириенс. Жалпы ойынға келетін болсақ, Арсенал негізінде ойынды жоғарғы класспен ұтқандай.
на классе дейді ғой. Ойын біткеннен кейін де шығып осындай Арсеналдың футболкаларын, мерчтарын алуға болады, шарфтарын. Міне біз Эмирейтс стадионының сыртында жүрміз. Мен артымда тұрған міне әйгілі голландиялық футболшы Денис Бергкамның мүсіні осы Арсенал Эмирейтс стадионының алдында тұр. Жанкүйерлер үйлеріне қайтуға асығып бара жатқан жоқ. Жергілікті жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ. Сүйікті командалары 3-0 есебімен айқын басымдылықпен өтті. Қонақ жанкүйерлерді әлі стадионнан шығарған жоқ. Неше түрлі кикілжің конфликттер туындайтын сияқты. Қазір шығарса тәртіптері жақсы болмады. I support Dinamo Zagreb. That's the only club in Croatia that we support. Yes, and I remember Luka Modric used to play for that club, right? The best player from Croatia. He made history at Real Madrid from Croatia. Yes. And he is our number one. You know, we support them and we support Dinamo Zagreb every game that we can. And every game we give everything. We support Croatia, we support Dinamo Zagreb, all Croatian clubs, we support, we give everything. Міне құрметті көрермендер, осымен біздің влог аяқталды. Біз бүгінгі влогта Арсеналдың стадионын көрсеттік, жанкүйерлерімен сұхбаттастық, және әйгілі North London Forever әнін бірге шырқадық. Және бүгінгі тамаша Чемпиондар Лигасының кешіндегі тамаша ойынды көрдік бірге. Енді біздің арнамыздан алыстамай тіркеліп кетіңіздер. Біздің арнамызда әрқашан осындай тамаша футбол кештері, біздің арнамызда Англиядан қазақша футбол влогтары ары қарай жалғасады. Достар, комментарийға жазып кетіңіздер. Қай стадионды көргіңіз келеді, қай команданы барып түсірейік. Ергитайм YouTube арнасында әрқашанда өте қызықты Англиядан қазақша футбол влогтары.